Кейде адамдар маған: "Сен неге әкеңмен сөйлеспейсің? Ол қандай болса да сенің әкең ғой, кешіруің керек" дейді. Олар бұл сөзді айтқанда менің ішімде қандай өрт лаулап жатқанын білмейді. Мен әкемді ешқашан кешірмеймін. Өйткені менің өмірдегі ең жақын адамымның анамның өліміне тікелей сол адам кінәлі. Бұл оқиғаны айту маған өте ауыр, бірақ ішімдегі бұл сырды енді жасырып тұра алмаймын. Сырт көз үшін біздің отбасымыз өте үлгілі, бақытты көрінетін. Әкем жақсы жұмыста істейтін, анам екеуі бізді ештеңеден тарықтырмай өсірді. Бірақ сол үйдің ішінде не болып жатқанын тек біз ғана білетінбіз. Әкем өте қатал, қызғаншақ және өзімшіл адам еді. Ол үйге келгенде бәріміз тік тұратынбыз. Ал анам өмір бойы оның қас-қабағына қарап, балалар үшін бәріне шыдап келді. Анам өте нәзік, жүрегі жұмсақ жан еді. Ол әкемнің әрбір ауыр сөзін, негізсіз кінәлауларын ішіне сақтайтын. Түнде бөлмесінде ақырын жылап отырғанын талай көретінмін. "Мама, неге ажырасып кетпейсің? Кетіп қалайықшы бұл үйден" дегенімде анам мені құшақтап: "Балаларым әкесіз өспесін, ертең сендердің алдарыңнан шығады. Мен шыдаймын" дейтін. Анам біз үшін өз өмірін құрбан қылғанын ол кезде толық түсінбеген екенмін. Жылдар өте келе әкемнің мінезі тіпті ушыға бастады. Ол үйге қонбайтынды шығарды, телефонына құлып қойып, бізден бір нәрсені жасыратыны белгілі болды. Анам бәрін сезсе де, отбасының берекесі қашпасын деп үндемей жүрді. Бірақ бір күні бәрі ашылды. Анам әкемнің қалтасынан өзге әйелмен түскен суреттерімен қымбат әшекей бұйымның түбіртегін тауып алды. Әкем бізге ақша аяп жүргенде сыртта басқа бір әйелге қымбат сыйлықтар жасап, екі жақты өмір сүріп келген екен. Анамның сол сәттегі көзқарасы әлі күнге дейін менің есімде. Оның бүкіл әлемі қирап қалғандай болды. Сол күні үйде үлкен ұрыс болды. Анам алғаш рет дауыс көтеріп, әкеме өзінің ренішін айтты. Ал әкем кінәсін мойындаудың орнына анамды балағаттап, бүкіл кінәні оның өзіне аударды. "Сен өзіңді күтпейсің, үйде тек ұрыс шығарасың" деп есікті тарс жауып, сол әйеліне кетіп қалды. Анам сол түні таң атқанша жылап, жүрегі ауырып шықты. Сол ұрыстан кейін анамның денсаулығы күрт нашарлады. Оның қан қысымы көтеріліп, жүрегі сыр бере бастады. Дәрігерлер оған: "Сізге уайымдауға мүлдем болмайды, жүрегіңіз өте әлсіз" деп ескертті. Біз анамды барынша қорғауға тырыстық. Бірақ әкем тоқтамады. Ол үй келіп, анамнан ажырасуды, үйді сатып, ақшасын бөліп беруді талап ете бастады. Оның мақсаты жаңа өмір бастау еді, ал анамның денсаулығы оны мүлдем қызықтырмады. Қайғылы оқиға осыдан бірнеше ай бұрын болды. Әкем үйге мас күйінде келіп, тағы да айқай-шу шығарды. Ол анамның алдына құжаттарды лақтырып: "Қол қой, мен сенен құтылғым келеді" деп айқайлады. Анам жылап, дем ала алмай көкірегін ұстап қалды. Мен жүгіріп барып, әкемді тоқтатқым келді, бірақ ол мені итеріп жіберді. Анамның өңі қуарып, жерге құлап бара жатқанда ғана әкем тоқтап, шошып кетті. Жедел жәрдем жеткенше анамның демі үзіліп бара жатты. Оның ең соңғы сөзі маған қарап: "Балам, өзіңді күт" деген жылы сөз болды. Дәрігерлер анамды құтқара алмады. Инфаркт. Оның нәзік жүрегі осыншама қорлық пен сатқындыққа шыдай алмады. Анамызды жерлегеннен кейін, әкем ештеңе болмағандай әлгі әйелімен тұрып жатыр. Ол өзін кінәлі санамайды. Ал менің ішімдегі сағыныш пен өкініш ешқашан басылмайды. Мен анамды қорғай алмағаныма, оны сол үйден ертерек алып кетпегеніме өзімді кінәлаймын. Әкемді көргімде, естігімде келмей. Қазір туыстардың бәрі маған: "Ол бәрібір сенің әкең, бауырыңа тарт, қарғыс алма" дейді. Бірақ менің орнымда болсаңыздар, анаңыздың өліміне себепші болған адамды әке деп кешіре алар ма едіңіздер? Өз ойларыңызды пікірге жазыңыздар. Анамның қазасынан кейін үйдің іші құлазып, бос қалып қойғандай болды. Әкем өз жөнімен кетті. Ал мен болсам, түн ортасында шошып оянып, анамның бөлмесіне баратынды шығардым. Оның киген киімдерін иіскеп, суреттерін құшақтап жылайтымын. Көзімді жұмсам, сол бір соңғы қайғылы күн, әкемнің айқайлаған дауысы мен анамның жерге құлап бара жатқан сәті көз алдыма келетін. Ол бейне менің санама мәңгілікке қашалып қалғандай еді. Достарым қыдырып өмірдің қызығын көріп жүргенде, мен ерте есейдім.
өзімді қолға алып, аяқтан тік тұруым керек екенін түсіндім. Себебі менің енді бұл өмірде арқа сүйер ешкімім қалмаған еді. Мен жұмыс істей бастадым. Әр тапқан табысымды, әрбір кішкентай жетістігімді көргенде. Шіркін, қазір анам қасымда болғанда ғой, мені көріп қуанар еді-ау деп іштей егілетімін. Анам маған үнемі: балам, сен мықтысың, бәрін жеңесің дейтін. Сол сөздері маған қараңғылықта жол көрсететін жарық жұлдыз болды. Оқиғадан 5 жыл өткен соң, мен қала орталығындағы ірі сауда орталықтарының бірінде жүрген едім. Кенет қарсы алдымнан таныс бейне шықты. Ол әкем еді. Бірақ бұрынғы өр көкірек, айқайлап тұратын адамнан ештеңе қалмапты. Шашы ағарып, жүдеп, үстіндегі киімдері де тозған екен. Ол мені көріп, бір сәтке кіріптар күйде тұрып қалды. Көзінен жас шығып, маған қарай жақындағысы келді. Балам, деді дауысы дірілдеп. Сені көргеніме сондай қуаныштымын. Қалайсың? Жұмыстарың жақсы ма? Мен орнымнан қозғалмастан суық көзқараспен қарап тұрдым. Ішімде 5 жыл бойы жиналған ыза мен кек лаулап ала жөнелді. Мен одан: анама істегеніңізден кейін, жаңа өміріңіз бақытты болды ма? Соны айтыңызшы, дедім. Әкем басын төмен түсіріп, өкінішпен күрсінді. Оның әлгі әйелімен өмірі ұзаққа бармапты. Ол әйел әкемнің бүкіл ақшасын, жинаған дүниесін алып, басқа біреуге кетіп қалған екен. Әкем қазір жалғыз, жалдамалы пәтерде, ауру меңдеген күйде өмір сүріп жатыр екен. Мен қателестім, балам. Өмір мені қатты жазалады. Анаңның киесі жібермеді мені. Кешірші мені, деп қолымнан ұстамақшы болды. Мен қолымды бірден тартып алдым. Оның көз жасы да, мүшкіл халі де менің жүрегімді жібіте алмады. Мен оған қарап: сіз мен емес, анамды ортамыздан алып кеттіңіз. Ол кісі қазір осы жерде тұрғанда мүмкін сізді кешірер еді, өйткені жүрегі тым жұмсақ еді. Ал мен сізді ешқашан кешірмеймін. Мен үшін сіз сол күні анаммен бірге өлгенсіз, дедім де, артыма қарамастан бұрылып кетіп қалдым. Иә, қазір ол жалғыз және өзінің істеген ісінің жазасын осы өмірде тартып жатыр. Туыстарым әлі де. Ол қартайды, ауырып жүр, қасына барып, кешірім бер деп ақыл айтады. Бірақ менің ішімдегі мұз ерімейді. Анасы бар адамдарға айтарым: аналарыңызды барында бағалаңыздар, оларды ренжітуге ешкімге жол бермеңіздер. Ал сіздер қалай ойлайсыздар? Әкемнің осылай жалғыз қалып, жазасын тартқаны жеткілікті ме, әлде мен бәрібір де қасына барып, перзенттік міндетімді орындауым керек пе еді? Сол кездесуден кейін тағы 2 жыл зымырап өте шықты. Мен жұмысымды өрлетіп, өз бетіммен жаңа өмір қалыптастырдым. Әкем туралы ештеңе естімеуге тырыстым. Ол тақырыпты жүрегімнің ең түкпіріне көміп тастаған едім. Бірақ өткен күннің көлеңкесі бәрібір бір күні алдыңнан шығады екен. Бір күні кешке жұмыстан келсем, есігімнің алдында бейтаныс бір әйел тұр екен. Ол әкем тұрған жалдамалы пәтердің иесі болып шықты. Жүзінен суық хабар әкелгені көрініп тұрды. Балым, сені ұзақ іздедім, деді ол дауысы бәсең шығып. Әкең кеше түнде ауруханада қайтыс болды. Соңғы күндері өте қатты қиналды. Аузынан сенің атың түспеді. Маған: осы хатты балама қалайда жеткізші, бұл менің соңғы өтінішім, деп аманаттап еді. Әйел қолыма бүктелген, шеті тозған ескі қағазды ұстатты да үнсіз бұрылып кете барды. Қолым қалтырап, үйге кірдім. Жүрегім атқақтап, хатты аштым. Иә, бұл әкемнің өз қолымен дірілдеген саусақтарымен жазған соңғы хаты еді. Хатта былай деп жазылыпты: айналайын, құлыным. Сен бұл хатты оқып жатқанда мен бұл дүниеде болмаймын. Сенің маған айтқан соңғы сөздерің таспаға басылғандай құлағымнан кетпей қойды. Иә, сен мүлдем кінәлі емессің. Сенің маған деген жеккөрінішің менің өз қолыммен жасаған тозағым. Мен анаңның қадірін білмедім. Оның алтындай таза жүрегін өз өзімшілдігіммен, нәпсіммен уладым. Сендердің бақытты балалық шақтарыңды ұрладым. Мені өмір қатты жазалады, балам. Жалғыздықтан, аурудан емес, өкініштен өртеніп кеттім. Әр күні көзімді жұмсам, анаңның маған қараған соңғы бейнесі кіреді. Мен оның киесіне ұшырадым. Сенен тек бір ғана өтінішім бар. Мені кешір деп айтуға бетім жоқ, бірақ өзіңді кінәлауды тоқтатшы.
Анаңды қорғай алмадым деп өзіңді жегідей жеме. Кінәлі тек менмін. Сені өмірдегі ең үлкен мақтанышым болдың. Қош бол, балам. Хатты оқып біткенде көзімнен жас қалай сорғалап кеткенін байқамай қалдым. Мен 5 жыл бойы ішіме тас қылып жинап келген ызам мен кегімнің дәл сол сәтте құмдай үгітіліп жатқанын сездім. Мен оны жек көру арқылы өзімді де қинап келген екенмін. Біз әкемді анамның қасына емес, басқа зиратқа жерледік. Оның соңғы сапарына туыстармен бірге мен де бардым. Топырақ салып тұрып іштей. Мен сізді кешірдім. Анама істегеніңіз үшін емес, өз жанымның тыныштығы үшін, сіз қалдырған ауыр жүктен арылу үшін кешірдім. Алла алдыңыздан жарылқасын, деп сыбырладым. Сол күннен бастап менің түсіме анам жиі кіретін болды. Бірақ бұрынғыдай мұңды емес, үстіне аппақ көйлек киіп, маған қарап жылы жымияды. Мен сонда ғана оның рухының жай тапқанын түсіндім. Сатқындық пен қателік бәрібір ерте ме кеш пе адамның алдынан шығады. Әкем өз жазасын өмірдің өзінен алды. Ал мен өткен күннің ызасын артқа тастап, тек алға қарап өмір сүруді үйрендім. Әкемді мәңгілік сапарына шызарып салғаннан кейін, менің өмірімде мүлдем жаңа тыныш кезең басталды. Мен бұрын өткен күннің өкініші мен ызасына тұншығып, болашағыма мән бермей келген екенмін. Жүрегімдегі кек пен ауырлық кеткен соң, айналама басқа көзбен қарай бастадым. Өзім ұнатқан іспен айналысып, жаңа орта таптым. Бұл дүниеде кез келген қиындықты жеңуге болатынын, тек адамның ішкі ерік жігері мен сабыры керек екенін түсіндім. Қазір менің өз отбасым, өз балаларым бар. Балаларымды құшақтаған сайын анамның маған деген шексіз махаббатын, маған көрсеткен мейірімділігін есіме аламын. Мен өз шаңырағымда ешқашан әкемнің қателігін қайталамауға, балаларыма тек жылылық пен сенім сыйлауға серт бердім. Өйткені бала кезде көрген қиянат адамның жүрегінде өмір бойы өшпес таңба болып қалатынын өзім жақсы білемін. Бұл хикая менің өмірімнің ең ауыр, бірақ ең маңызды мектебі болды. Мен екі үлкен сабақ алдым. Зират басына соңғы рет барғанымда анам мен әкемнің басына топырақ салып, екеуіне де дұға бағыштадым. Сол сәтте иығымнан үлкен бір жүк түскендей, жан дүнием ерекше жеңілдеп қалды. Өмір жалғасып жатыр. Өткен күн өткеннің еншісінде, ал алда мені тек жақсылық күтіп тұрғанына сенемін. Қадірлі оқырмандар, менің бұл ұзақ әрі ауыр тарихымды соңына дейін тыңдағандарыңыз үшін рахмет. Бұл жай ғана оқиға емес, бұл өмірдің өзі жазған үлкен драма. Егер бұл хикая сіздердің де жүректеріңізге жеткен болса, видеоға лайк басып, өз ойларыңызды пікірге қалдырыңыздар.